жатқан атырабым. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар мен оқушылар, спорт сүйер жастар, салауатты өмір, нұрлы болашақ атты өнер бірлестігінің апталығына қош келдіңіздер. Біз бастаймыз! Қаратау қазағыма қалқан көрім, Ұлытау қасиетті дархан белім. Толқиды арнасында қуаныштан, Каспийім Арал, Балқаш, Шалқар көлім. Қазақ халқының ұлттық қолөнер бұйымдары бұрынғы заманнан келіп жеткен асыл мұра. Самға қазақ көрмей азап, қыран елім мәңгілік жайнай. Халқымыздың ұмытылып бара жатқан мәдени мұрасы тоқыма өнерін жаңғырту және халқымыздың ежелден келе жатқан көне де ізгі дәстүрі арқылы қазіргі заманымызға лайықты етіп, сапа түр беріп, қол өнерді дамыту. Тілегім ен байлығың сарқылмасын, қазына батасындай қартананың. Ешқашан арнасынан су кетпеген жалғасы есі. Әбілхан Қастеевтің мұражайында тұрып, Әбілхан Қастеевтің мынандай бір сөзі еске түседі екен. Өнерді таудың бұлағынан, қойдың құлағынан, ешкінің мүйізінен, әжемнің киізінен үйрендім. Көрмей азап қыран елім, мәңгілік жайнай берсін туған жерім. Самға қазақ көрмей азап қыран елім, мәңгілік жайнай берсін туған жерім. Дене жаттығуы қашанда пайдалы. Күні бойы өзіңді сергек сезінудің бір тәсілі бұл спорт. Көрмей азап қыран елім, мәңгілік жайнай берсін туған жерім. Самға қазақ көрмей азап қыран елім, мәңгілік жайнай берсін туған жерім.